Гипотиреоз қалқанша безі ауруларының ішіндегі ең жиі кездесетін патологияның бірі. Гипотиреоз организмде қалқанша без гормондарының тұрақты тапшылығымен сипатталатын клиникалық синдром. Бұл синдромды медицинада маскалы немесе жасырын деп атайды, себебі оның өзіне нақты тән клиникалық көріністері жоқ. Оның клиникалық симптомдары, яғни белгілері өте әртүрлі болғандықтан басқа аурулардың, мысалы жүрек қан тамыр жүйесі, неврологиялық, гастрологиялық, ревматологиялық, тағы да басқа аурулардың клиникалары, яғни белгілері кездеседі. Сол себепті гипотиреозды дәл уақытында дұрыс анықтай алмауымыз мүмкін. Гипотиреоз ауруына күдік туғызатын белгілер. Бірінші, адам ұйқышыл, ақырын қимылдайды, үнемі есеңгіреп жүреді, адинамия, яғни көп қозғалыс жасамайды, апатиялық жағдайда жүреді, жұмысқа да, отбасына да ынтасы жоқ, тез шаршайды. Бұл жанындағы адамдардың ызасын келтіріп, оған жағымсыз көзқарас пен ой туындауына әкеледі. Бірақ бұл ол адамның кінәсі емес. Екіншіден, адамның сөйлегені өте баяу, дауысы төмен тембрлі, қырылдайды, бетінде мимикасы жоқ. Үшіншіден, есте сақтау қабілеті мен мән беру, концентрациялық қабілеті жоғалады. Яғни назарын бір нәрсе ұстап тұра алмайды, жан-жаққа шашырап кете береді ойы. Ол адамдар өте уайымшыл, депрессияға бейім болады. Сол себепті кейде бұндай гипотиреозы бар пациенттер психологтарда, психиатрларда емделіп жүруі мүмкін. Одан кейін бет-әлпеті ісінген, көз айналасында және ерні мен тілінде де ісіну анықталады. Шаштары көп түседі, сынғыш, жылтырынан айырылған, тіпті қасының шетіндегі шаштары да түсіп қалады. Тырнақтары тез сынғыш, сарғыш түсті, көлденең жолақтар пайда болады тырнақтардың бетіне. Терісінің түсі бозғылт сары, терісі құрғақ, жарылып кеткен болады. Адам үнемі тоңып жүреді, аяқ-қолдары суық болады, дене температурасы да төмен болады. Одан кейін қанша диета ұстасаңыз да, қанша спортпен айналысып физикалық жүктеме түскеннің өзінде де себебі белгісіз дене салмағының өсе беруі, яғни ісік, семіздік болады. Барлық топ бұлшықеттеріндегі ауырсынулар, бұлшықеттердегі әлсіздіктер және бұлшықеттердің жиырылып тартылуы, яғни судороги болады. Ал ас қорыту жүйесі бойынша созылмалы гастрит, холецистит, іш қату, тыныс алу жүйесі бойынша үнемі мұрынның бітеліп жүруі, яғни вазомоторлық ринит кездеседі. Ал жүрек қан тамыр жүйесіне келетін болсақ, қан қысымы төмендейді. Бұндай науқастарда жүрек тұсында түсініксіз аурулар пайда болады, яғни кардиалгиялар. Одан кейін жүрек соғу жиілігі баяулап кетеді, яғни жүрек жай соғады, 60-тан төмен, брадикардия болады. Әртүрлі аритмиялар кездесуі мүмкін, ЭКГ-ге түскен кезде, жүректі түсірген кезде. Одан кейін зәр шығару жүйесі жағынан ағзадан сұйықтықтың қалыпта шығарылмауы, яғни аз мөлшерде шығарылуы болуы мүмкін. Жыныс жүйесі жағынан, мысалы, әйел адам болса ұзақ уақыт бала көтере алмауы мүмкін, бедеулік, етеккірдің келмеуі, бала көтергеннің өзінде түсік тастау және ер адамдарда импотенция болады. Міне осындай бір гипотиреоздың өзінде де қаншама симптомдары, белгілері кездеседі. Оны біз байқамай басқа аурулармен шатастырып, басқа ауруларды емдеп жүре беруіміз де мүмкін.